Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Бүгін 14 мамыр 2024 жыл, сағат 10:55 өтті. Мынау Шымкент қаласы Тыныбаев көшесіндегі соттың ғимаратында тұрмыз. Тыныбаев 47 көке, Тыныбаев 47. 42, иә? 42. Тыныбаев 42 Шымкент қаласы сот ғимаратында тұрмыз. Бірақ мына жерде халық кезекте тұр. Мына жерде бір адам қызмет етіп жатыр. Мен осы жайында сұрайын деп едім. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Осы жерде қызмет істейсіз ба? Есім Нақып Бақытжан, аудио бейне жүргізіліп жатыр, ескертемін. Кім болып істейсіз бұл жерде? Қандай? Мұратов Бағдәулет. Ертең четко арестовать етіп отырмасын, көбірін кемейді. Жетекші маман қызметі, иә? Енді неге бұндай болып тұр? Неге сіздерге мынау қосымша көмек мамандар қарастырылмаған? Басқа адам жоқ па? Бір-ақ адам ба осынша халыққа? Мұнан тізімдерін қалай аламыз біз? Кезек қалай кезек болады? Сыртта тұр. Сіз жалғыз өзіңіз қызмет көрсетесіз ба? Қанша уақыт күту керек? Арадағы адамдар неге кіріп кетіп жатыр, формадағы кісілер? Олар неге кезексіз жұмыс істей ме олар сонда? Себебі ол кісілердің әкеліп істері қазір әкеліп, қазір тіркеліп, бүгін қаралу керек. Солай сізге ескертемін, менің рұқсатымсыз, менің түрімсіз. Ескертеңіз, мені сотқа арыздансаңыз болады, мен артынан арыздансаңыз болады. Себебі сіз қызмет бабында отырсыз, мен түсіруге толық құқығым бар. Сізден рұқсат сұрау қажет емес, себебі сіз қызметтесіз. Менікі залға болмайды тұрымда. Жақсы, ол туралы сіз сотқа берсеңіз болады. Мен атына сотқа арыздансаңыз болады. Енді мынау кезекті қазір мен бақылайтын боламын, қанша уақыт болады, қалай процесс болады. Мына жерде жүйелі түрде жұмыс жасалу керек, халықтың қызметі дұрыс алыну керек. Халық бұлай сарылып күтіп отырмау керек. Мен сол үшін түсіріп жатырмын қазір. Мақсат сол. Мына жерде кезекті. Сіз жаңа айтып отырсыз, неге кеше келгенде көретін едіңіз деген сияқты айтып отырсыз да? Кеше кезек болғанда енді қазір бақылайтын боламыз осы мәселені. Мына жерде форма киген кісілер кезексіз кіріп кетіп жатыр арасында. Бірақ мына жерде халық күтіп отыр. Сонда қалай болады бұл? Көрем қазір, мен көрем, оны бәрін бақылайтын боламыз. Мен оны білмеймін, мен білем деп айтып жатқан жоқ, білмеймін деп айтып жатырмын. Формадағы кісілер. Ассалаумағалейкум. Так, мынау Шымкент қаласы әкімшілік форма кигендер без очередь сияқты ғой мына жерде, кезексіз. Мына халықтың бәрі отыр мына жерде. Халықтың бәрі отыр. Мен танымадыңыз ба? Мен танып тұрмын сізді. Иә, қылмысты ашып келген едім, иә танып тұрмын. Бірақ білмеймін, мына жерге келгенде бір бизнес-центрге келгендей болды ма? Сондай бизнес-центр сияқты да. Бұлар енді бизнес-центрде адам көп болады ғой негізі. Мына халықтың санын қараңыздар, міне. Отырған енді бұлардың бәрі соттың процестерін күтіп отырған шығар бұлардың бәрі. Бірақ біз сотқа арыз беруге келдік. Мынау өзіміздің айыппұлымыз бар кешеге 400 әкімшілік құқық бұзушы 489 баптың 10 тармағы бойынша. Сол әкімшілік хаттамаға обжалование не деп айтады еді қазақшасы? Обжалование беру керек пе мынаған? 449-да 10 ғой. Мөлшерге ғой бұл, Мөлшер ғой. Шымкент қаласы тіл жанашырлары шағым дейді екен, шағым. Обжалование көрдіңіздер ме? Мына орыс тілі мен қазақ тілін араластырып, біз тіліміз алашұбар болып, дүбәрі болып бара жатырмыз ғой. Тіліміздің тазалығы жоқ қазір. Қазір мына кезекті бақылайтын боламын, мен өзім мөлшерде тұрып, кезекті бақылайтын боламын. Қаншалықты бұл жерде халыққа қызмет көрсетіп отыр екен. Себебі ана сотта жүрген адамдар сарылып, солай болады да. Соңсыз ба? Соңы менен кейін бар еді ғой, бір кісі бар еді ғой, кәні кетіп қалды ма? Міне тағы да форма киген кісілер, олар кезексіз кіріп жатыр.
міне олар кедергі жасап жатыр, олар жұмыс істейді. Сонда бұл окошко ма, бұны қалай түсінеміз? Біз сонда арыз қабылдайтын есік па бұл? Әлде бүгінгі сот процестерін бақылайтын есік па? Бұл екеуі екі бөлек болу керек емес па? Бүгінгі сот процестері болып жатқан есік бөлек қаралу керек, ал арыздарды қабылдайтын кеңсе бөлек болу керек. Мына қараңыздар, қазір форма киген кісілер кезексіз қаншамасы кіріп кетіп жатыр да? Халық кезек күтіп отыр. Оның себебін сұрасам, бүгінгі процестер деп жатыр. Бүгінгі процестің қағаздары дейді. Сонда біздің кезегіміз қашан келеді бұл? Кезек деген нәрсе қалай болады сонда бұл? Бүгінгі процестердің барлығы арада кіріп кете беретін болса, өзі бірақ кісі, көмекшісі ғана болып отыр. Бұл қалай кезектің әділеттігі қайда бұл соттың мына ғимаратындағы? Халық осылай жүру керек, сарылып. Міне тағы да форма киген кісілер келді. Көп форма киген кісілер, көп келіп жатыр. Ал бірақ қарапайым халық күтіп отыр, олардың кезектері жылжымайды. Себебі бірақ адам, оның көмекшісі ғана бұл жерде. Оның себебі жаңағыдай дейді. Бүгінгі процестерді кезексіз өткізіп жіберіп жатыр, ал құжат қабылдайтындарды кезекке отырғызып қойған. Біздің уақытымыз сонда есептелмей ма? Біздің уақытымыз уақыт емес па? Өте көп адам. Өте көп. Бірақ адам қабылдап жатыр. Бұл мүмкін емес қой, бұл есеп деген нәрсе болады ғой, есеп. Әр халық басына шаққандағы күнделікті арыздардың түсуінің поток дейді ғой. Соған байланысты шешімін табу керек қой, бұл қалай болады бұл? Шешімін таппайтын мәселе болмайды ғой. Халық үндемей отыр. Мына жерде форма киген кісілердің жұмыстары кезексіз болып жатыр. Бірақ мына жерде қабылдайтын адам біреу-ақ адам. Бірақ адам қабылдап отыр. Бұл арызды қабылдайтын есік па, әлде бүгінгі процестерді қабылдайтын есік па? Түсініксіз жағдай. Мына жерде қаншама адамдар күтіп отыр. Мен осы жағдайды, түсініксіз жағдайды анықтау мақсатында қазір видеоға түсіріп жатырмын. Себебі менің уақытымда есептеулі. Менде баратын жерлерім бар, менде жұмысым бар. Мынау айыппұлдың негізінде келіп шағым түсіруге келіп отырмын мен. Өзімнің жұмысыммен келіп отырмын. Мынау арнайы келіп, мына жерден бір бәле іздеп отқан жоқпын. Міне қараңыздар, қаншама форма киген кісілер. Міне біздің кезегіміз қайда қалды сонда? Бұл жерде кезек дейді. Бұл қандай кезек сонда? Бірақ адам қабылдап отыр. Қандай кезек бұл? Бұл жерге жауапты адам бар ма бұл жерде? Кім жауапты адам бар ма? Сот ғимаратында жауапты адам кім екен бұл жерге? Мына халықтың мұң-мұқтажын тыңдайтын. Міне біздің кезегіміз қайда қалғанын түсінбейміз. Мына жерде қаншама форма киген кісілер тұр, бірақ форма кимеген кісілердің кезегі жылжымайды. Бауырым, осы жағдай күнделікті ме? Біз уақытымызды қалай үнемдесек болады? Күте тұр деп айттым, қанша уақыт күтемін? Бауырым, өтініш арқылы жазсақ бола ма, болмай ма? Өтінішпен жазсақ бола ма, болмай ма? Оның анау нелерін таппай жатыр, қай сотқа жазатынымызды, қай неге жазатынымызды таппай жатыр. Соны қазір кеңес алатын адам жоқ болып тұр ғой мына жерде. Жоқ, дұрыс қой енді, бірақ адам қоймау керек қой, 5-6 адам
халыққа қызмет ету керек қой. Бірақ адам ғой бәріміз сол. Жоқ, бизнес-центрде бұндай адам көп болмайды ғой, бизнес-центрлерде. Бизнесмен, кәсіпкерлердің центрлерінде бұндай көп адам болмайды. Әлде айыппұлдардың ақшасы жетпей жатыр ма? Сіздердің үлкен бастықтарыңыз бар ма, бауырым? Бауырым, сіздердің үлкен бастықтарыңыз бар ма, осы жерге жауапты адамдар? Шақырып жібере аласыз ба? Мен мән-жайды анықтамасам болмайды, дұрыс емес. Шақырып беріңізші, өтініш. Осы міне тербилада болдық, бәлеқорда болдық, осындай тірліктердің нәтижесінде. Баяғы жерде. Сол жерде. Тоген. Әйел болды. Бірікте баяғы қатындар бара жатса, бірікте тағы ұстадым ғой. Тағы ұстадым. Мал деген магазин алдер ол. Колбасы, сыр, тағы ұстадым. Жоқ, олар соны кәсіп қылып алған ма деймін? Аз екен кеше осы бір 2 апта болды салып. Жоқ, андай бір бап бар екен ғой, сен кешірім берсең де бірақ қамалып кетеді. Ондай бап қозғалмайды ма? Анау Мысалы, қайталана беретін болса, мысалы. если кешірім бермесе ма? Жоқ, мысалы, мен кешірім берсем де сіздер ары қарай істі алып кететін жоқ па ондай? Қысқартылып кете бере ма? Сіз кешірім берсеңіз шара болды ма? Бірақ қылмыстық іс қысқартылып кете береді. Если сізге байланысты кешірім беріңіз. Кеше де мысалы туғанның хозяйны. Бірақ ана қылмыстық істердің сен кешірім берсең де қамалып кететін жағдайлар бар. Кешірімге қарамайтын статьялар бар. Бірақ енді әкімшілік қой, административный көтеріп енді маған қылмыс, мысалы сіздің магазиніңізден алды ұрлап кетті ол. Қылмыс та ол сразу. Ал магазин ішіне салып, магазин шығып кезде салып қалса, спорный вариант. Сіз ба? Типа қылмысын да қазір үлгермейді. Иә, оның ана өзінің белгілі бір несі бар да, иә. Сондай болған. Әлі болды ғой. Бүгінгі сотқа арыз беру процесін бақылайтын боламыз. Кезек бір адамның кезегі қанша уақыт күтетінімізді қазір осы жердің жауапты адамдарын шақырдық. Бауырым, сіз хабарладыңыз ба жауапты адамға? Үлкен кісілер бар ма осы? Жауап бере алатын кісілер бар ма? Шақыра аласыз ба? Айттыңыз ба? Жақсы, рахмет. Қазір жауапты кісілерді шақырдық. Ол кісілерден сұрақ көретін боламыз. Неге бұлай халық сарылып кезек күтіп жүретін? Себебі халық өзінің уақытын үнемдейтін бір белгілі бір мерзімі жоқ, шектеуі жоқ. Сондықтан шектеу болмағандықтан халық өздерінің уақыттарын үнемдей алмайды. Себебі әр адамның қазір өзінің жеке алтын уақытысы бар, оны ешкім қайтарып бере алмайды. Бекерге уақыттары кетеді. Біз қазір соны анықтайтын боламыз. Осы жердің мамандары ол туралы қандай шаралар қолданады. Көрейік қазір бәрін. Жоқ, ол отырған адамдар үндемей отыр, барлығы үндемей отыр, білмеймін, бірақ неге екені белгісіз оның. Үндемей отыр бәрі.
Қазір осы жердің жауапты адамдарын күтіп отырмыз. Қазір келсін, жауапты адамдардан сұрайық. Неге бұлай? Sizin кезегіңіз қажет көкек? Siz kimle келесіз? Мен балам қайда жаңағы? Мен алдымда тұрамын. Осылар ғой? Кетіп қалды ма? Оның алдында кім еді? Қалғанда жаңадан келіп отыр. Менен кейін келген. Иә, бұл жерде андай екен, анау кезекте тұрады екен де кетіп қала салады екен адамдар. Айтпайды да екен, ескертпейді да екен. Келді ма? Келетін болды ма бауыр? Қанша уақытта келеді? Ау? Задание орындап отыр екен дейсіз ба? Сіз кеңес бере аласыз ба маған? Мынау бұл қандай құжаттар қосымша мынаған? Мен шағым түсіремін да осы айыппұлдан, айыппұл салынған 489-10 тармағы. Осыған қандай қосымша құжаттар тіркеуім керек қазір? Мен арыздануым үшін. Жеке куәлігі керек. Тағы не керек? Түсініктеме керек па, не керек? Бабын көрсе болды. Уақыттарыңыз жоқта, жұмыстарыңызға бара берсеңіздер болады. Ау? Осыға мен шағымданбақшымын. Осы хаттамаға мен шағымданбақшымын. Мен келіспеймін бұл хаттамаға. Негізсіз маған айыппұл салып отыр. Дәлелсіз, негізсіз, сараптамасыз. Үлгісін бересі, сол үлгіні толтырам, жеке куәлік қажет емес қой, Сіз шығарып бере аласыз ба жеке куәлікті? Оны қай жерден шығарамын мен? Бар ма осы жақын жерде? Жоқ, енді білетін шығарсыз ба? Айналаны білесіз ғой, күнде осы жерде осы. Тек гарант мен білетін. Гарантқа барып келу керек па? Кім фамилиясы? Сіз кім боласыз? Кеңсеме беру үшін уақытша үйі болады. Маған уақытша емес, анау постоянно істейтін үлкен адамдар бар. Ол қазір больничный ашты. Уақытша істеп жатсыз ба сіз қазір? Мына жерде мәселені шеше аласыз ба, шеше алмайсыз ба? Мына кезектің мәселесін шеше аласыз ба, шеше алмайсыз ба? Кезектің мәселесін любой жерге барсаңыз кезек болады. Жоқ, шеше аласыз ба, сіз шеше алмайсыз ба, соны айтыңыз. Несін шешу керек бұны? Мен сізге айтып жатырмын, сіз осы нәрсені шеше аласыз ба, шеше алмайсыз ба? Енді кезекті қалай шешеді деп ойлайсыз? Мен сізге сұрақ қойдым. Сіз айтсаңызшы, өзіңіз қалай шешеді деп ойлайсыз? Жақсы, өзіңіз таныстырыңызшы, есіміңіз кім? Түсірмеңіз мені. Аудио, бейне жүргізіп жатыр, Мені ескертемін. түсірмеңіз. Неге түсірмеймін? Сіз қызметтемін деп айттыңыз ғой қазір. Түсірмеңіз. Неге түсірмеймін? Түсірмеңіз просто. Қызмет істеп жатсыз ба? Иә. Қазір мына кісілердің үлкен адам болып келдіңіз ба сіз? Сіз енді қалай ойлайсыз, кезекті қалай шешіледі деп ойлайсыз? Мен сізге ойламаймын, мен сізге айтып жатырмын. Сіз бұл мәселені шеше аласыз ба, жоқ шеше алмайсыз ба? Маған сіз шеше алмасаңыз, одан да үлкен шеше алатын адам керек. Мен сол адамды табуым керек. Тоқтаңыз, мен сізге айтпаймын. Егер сіз шеше алам десеңіз, мен сізге айтамын. Егер сіз шеше алам десеңіз, мен сізге айтамын. Егер шеше алмайтын болсаңыз, айтпаймын. Шеше аласыз ба, шеше алмайсыз ба? Бастық шақыра аласыз ба? Айтамын, процесте бірақ
күтесіз. Ол процесте болда ол кісі сотта бола ма или қалай? Иә, сот отырысында қазір. Ол кісі судья ма сонда? Судья ма ол кісі? Иә, төраға. Төраға, иә? Иә. Мен ол қазір бағана жоқ қой, мен ол қазір қалай кіремін? Сотта болса ол кісі. Мына жерде маған жауапты адам керек. Жауапты адам керек, да? Неге түсірме деп айтыңыз? Қорқасыз ба камерада? Қорықпаймын, мен не қорқатындай бір нәрсе істеп тұрмын ба? Онда неғып түсірме деп Не үшін тұрсыз? түсіріп тұрсыз? Сіз қызметтесіз ғой, мен сіз үйіңізге барып түсіріп жатқан жоқпын. Жарайды, оны не үшін түсіріп тұрсыз? Кезекті Маған шешіп ертең беру. сұрайды, сіз қай уақытта келдің, қандай кезекте тұрдың, маған фиксация деген нәрсе болады, дәлелдері болады, әрбір нәрсенің Сіз енді өзіңіздің жауабы болады. кезегіңізде Ертең маған кіріп айтады, тұрсыз ба? сен терпей аласың дейді, сен бәлеқорсың дейді маған, сондай сөздер айтады. Кезекке оның не Сол үшін қатысы бар? қарындас, мен сізді танымаймын біріншіден, мен бәле іздеп тұрған жоқпын. Мен мына жердегі адамдардың уақытына жаным ашып тұр, сосын өзімнің уақытыма жаным ашып тұр. Енді Мына жерде егер- жаңа мен бейнеге түсірдім, қаншама форма киген кісілер, қаншама форма киген кісілер бүгінгі процесс деп мына кісінің мазасын алып жатыр, біздің кезегіміз жылжымайды. Отырмыз енді бәрі. бұл маманда Дұрыс, бірақ адамда бұл. істеп отыр ғой енді. Дұрыс, бірақ кісі. Вот бүгінгі процесске де бірақ кісі. Бірақ кісі. Енді Бірақ адам отыр. бұл мәселе күнде қайталанып жатыр дейсіз да? Енді оған компьютер алдыру керек емес па? Қаншама біз Оны біз шешпейміз. оны шешетін адам сұрап тұрмын ғой енді. Оны біз шешпейміз. Шешетін адам сұрап Бізде тұрмын ғой. бір компьютер беріледі, өзі бір маман бары. Қанша халыққа есептелген? Бір компьютер. Қанша халыққа есептелген білмедім. Айналайын адам кәдімгі Ондай кез келген статистика үйдің өзінде жоқ. 2-3 нелері бар да. Сіз бекерге я қанша адам уақыт. Көке, мен мына жақта тұр сіздің кезегіңіз, мына жақта. Маған бәрібір менің қатысы жоқ сізге. Маған қатысы жоқ, көке, мына жақтан айырылыңыз. Сіз сұрағыңызға жауап алдыңыз ба? Сұрағыма жауап алған жоқпын. Сіз тек қана сол кезекті мәселесі ма сіздің сұрағыңыз? Мені сол толғандырып жатыр. Себебі мына жақта форма киген кісілер кезексіз кіріп жатыр. Ешкім возникать етіп жатқан жоқ. Ол кісілердің құқығы маған керек емес. Мен өзім құқығым қорғап Сіз тұрмын. енді мақұл сіз сұрағыңыз бойынша келдіңіз, жауап алдыңыз ба? Ол кісілер үндемей отырса мен кінәлі емеспін. Жоқ, дұрыс қой, сіз лично өзіңіздің сұрағыңызға жауап алдыңыз ба? Қана қағаз қолында тұр, бірақ мазалап жатыр. Міне. Мазалап жатыр. Мәселесі шешілді. Қайрат деген кісі жұмыс істемейді біздің сотта. Стекляшкада отырады деді. Қазір Шағыңызды жазыңыз, өткізіңіз. Жеке куәліктің көшірмесін қажеттен түсіріп аламын. Қайрат деген адам жоқ. Берсеңіз бар ма кісілер істеп тұр ма? Онда істеп алып келесіз. Қай жақтан әкелдің? Жақын жерде бар ма? Мынау Кембаба жақта бар. Мына Ақтастархан магазин бар, соның ішінде бар. Сол жерге барып түсіріп алып келсеңіз болады. Қараңдар, қанша тұр. Жоқ, күлкілі бұл, жылайтын нәрсе ғой бұл. Жоқ, сіз түсірме дейсіз да, бірақ осы жерге жауапты маман болып шықтыңыз да. Көке, ар жақта бол кезегіңіз, ар жақта. Міне осындай мына халық үндемей отыр дейді маған. Мына қаншама халық үндемей отыр. Бірақ менің шығып сөйлегеніме соны әңгіме айтып тұр да. Қазір енді жеке куәліктің көшірмесін жақын жерде көшірме бар ма мына жерде? Алло? Ксерокопия деген нәрсе бар ма? Ар жақта бар. Рахмет жігіттер. Ой, не деген судья отырыста отыр екен, үлкен кісі жауап беретін жауапты мамандар. Ол жерде жауапты маман жоқ екен. Бірақ кісі қабылдайды екен. Канцелярияда арыз шағым өте көп. Енді қарап отырсаңыздар, жалғыз мен емес сияқтымын ғой, терпилалар көп сияқты ғой. Білмеймін, бәрін терпила дейді, бәле қорсын сен терпила дейді. Енді сотты қарасаң қаншама халық сарылып жүрді, бизнес-центр сияқты болып кеткен сот. Бастығына кіре алмадым ғой, бастығы судья екен, судья ол процесте отыр екен. Бастық деген нәрсе жоқ екен ол жерде. Жаңағы қызды көрдіңіздер, уақытша деп айтып жатыр, мен уақытша жұмыс істеймін. Камераға түсірме деп тұр. Енді бұл мен айтпасам, сен айтпасаң, кім айтады енді бұл мәселені? Қайда барсаң да осындай халық кезекте тұрған адамдар, әйтеуір енді мына көшірменің өзін қазір мен басқа жерге барып жасатып жатырмын. Эфирді уақытша сөндіре тұрамын. Қазір мынау арызды өткізген кезде тікелей эфирді қосып
арызбен өткізгенімді туралы бәрін қабылдаған туралы түсіретін боламын. Себебі бұл видеоға түсіру ертең дәлел факті керек болады. Сондықтан түсіреміз, құрметті халық. Баршаларыңыздың назарларыңызға рахмет. Қазір мен осылай түсіретін боламын тағы да.